Ассалаумағалейкум қадірлі көрермендер, қайта қауыштық, мен Ерсултан дәрігер. Бүгінгі әңгімеміз өте маңызды, өте ауқымды, өте керекті тақырып. Мен бүгін сізге бір видеода ерлерді ең көп мазалайтын 5 негізгі ауруды толық таныстырамын. Олардың әр қайсының белгісін, себебін, қалай ажыратуды, қалай емдеуді айтып беремін. Қадірлі көрермендер, бұл 5 ауру ерлерді ең көп толғандыратын аурулар. Әр екінші ер адам осы 5-тіктің біреуімен бетпе-бет келеді. Жасы ұлғайған сайын сан еселенеді. Бірақ көп ер адам осы аурулардың не екенін, бір-бірінен қалай ерекшеленетінін, қандай белгілермен болатынын анық білмейді. Сондықтан өзіне дұрыс диагноз қоя алмайды, дәрігерге бармайды, жасырын азап шегеді. Бүгін мен сізге толық, ашық, түсінікті ақпарат беремін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Әр ауру бойынша жеке-жеке тоқталамыз. Ағайыңызға, әкеңізге, балаңызға да жіберуге болатын видео болады. Себебі бұл 5 ауру барлық ер адамға қатысты. Жаста, кәрі де білуі керек. 5 ауру қандай? Бірнеше рет қайталайын, есте сақтаңыз. Біріншісі простатит, екіншісі простата аденомасы, үшіншісі мүше әлсіздігі немесе тұрмай қалу, төртіншісі тез бітіру мәселесі, бесіншісі ұрпақсыздық. Әрқайсысы бөлек ауру, әрқайсының бөлек белгілері, бөлек себептері, бөлек емдеу жолдары бар. Бірақ көп жағдайда бір-бірімен байланысты болады. Қазір соны түсінесіз. Алдымен бір нәрсені айта кетейін. Көп ер адам осы ауруларды бір-бірімен шатастырады. Менде простатит па, аденома ма? Тұрмай қалу простатиттің белгісі ме? Тез бітіру қандай ауру? Осы сұрақтар жиі қойылады. Бүгінгі видеодан кейін сіз әр аурудың не екенін анық түсінесіз. Өзіңіздің мәселеңізді ажырата аласыз. Дұрыс шешімге келе аласыз. Және тағы бір маңызды нәрсе. Мен сізге бүгін кейбір аурулардың табиғи емдеу жолдарын да айтам. Бірақ есте сақтаңыз. Өз бетімен дәрі ішпеңіз. Мен айтатын кеңестер қосымша көмек. Негізгі емдеу дәрігердің жұмысы. Ауруды толық емдеу үшін уролог дәрігерге барған жөн. Енді әр ауруға тоқталайық. Бірінші ауру – простатит. Простатит деген простата безінің қабынуы. Қандай да бір себептен простата қызарған, ісінген, ауырып тұр. Бұл өте кең таралған ауру. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 30 жастан асқан ерлердің 50% өмірінде кем дегенде бір рет простатитпен ауырады. Простатит қалай пайда болады? Бірнеше себебі бар. Біріншіден инфекция. Денеге бактерия кірген, простатаға жеткен. Қорғансыз қатынастан, басқа жердегі инфекциядан, гигиена дұрыс болмаудан. Екіншіден тоқырау. Қатынас тым сирек болса, немесе ұзақ үзіліс болса, простата толып қалады. Сұйықтығы шықпайды, қабыну басталады. Үшіншіден көп отыру. Жұмыста көп отыратын ерлер, жүргізушілер, кеңсе қызметкерлері. Кіші жамбасқа қан жетпейді, простата зардап шегеді. Төртіншіден суық тигізу. Аяғын мұздатқан, су іштің суыққа отырған. Бұл простатиттің жиі себебі. Бесіншіден стресс. Көп уайымдау, нерв жүйесінің тозуы простатиттің жасырын себебі. Алтыншыдан темекі мен алкоголь. Олар қан тамырларын тарылтады, иммунитетті бұзады. Простатиттің белгілері қандай? Жақсылап тыңдаңыз. Бұл сізге өзіңіздің жағдайыңызды анықтауға көмектеседі. Біріншіден, кіші жамбас аумағында ауру. Мүшеде, ұрық бездерінде, артқы жақта, белде. Кейде күшті, кейде жұмсақ ауру, тұрақты немесе кейде болатын. Екіншіден, дәрет шығуда мәселе. Жиі тұру, әсіресе түнде. Қиындықпен шығу, күю, ыңғайсыздық, толық босамаған сезім. Үшіншіден, дене температурасының көтерілуі. Әсіресе өткір простатитте 38-39 градусқа дейін. Төртіншіден, ерлік қуаттың төмендеуі, эрекция әлсіреуі, қатынас кезінде ауру, тез бітіру. Бесіншіден, жалпы әлсіздік, шаршағыштық, көңіл күйдің түсуі. Простатитті қалай емдейді? Дәрігер алдымен инфекция бар жоғын анықтайды, анализ алады. Егер бактерия табылса, антибиотик жазады. Бактерия табылмаса, басқа дәрілер. Қабынуды басатын дәрілер, бұлшықетті босататын дәрілер, простатаға арналған өсімдік дәрілері. Үй жағдайында қандай көмек көрсетуге болады? Көп су ішу, күніне 7-8 стакан. Жаяу жүру, кіші жамбасқа қан баруын жақсартады. Ыстық ваннаға отыру, қабынуды басады. Қабақ тұқымы жеу, простатаға өте пайдалы. Цинк бар. Бал ішу, иммунитетті көтереді. Темекі, алкогольді тастау. Ащы, өткір тамақты азайту. Жұбайыңызбен тұрақты қатынас, тоқырауды болдырмайды. Қадірлі көрермендер, есте сақтаңыз. Простатит өздігінен жазылмайды. Дәрігерге барыңыз. Емделмеген простатит созылмалы болып қалады. Жыл бойы азап береді. Екінші ауру – простата аденомасы. Бұл мүлде басқа ауру. Көп ер адам простатит пен аденоманы шатастырады. Жоқ, олар бөлек. Аденома деген не? Ол простатаның ұлғаюы. Қабыну емес, ұлғаю.
Простата жас ұлғайған сайын жайлап өсе бастайды. Қатерлі ісік емес, қатерсіз өсу. Бірақ ұлғайған простата зәр шығатын каналды қысады. Сондықтан мәселелер басталады. Аденома кімде болады? Көбінесе 50 жастан асқан ерлерде. 60 жасында әр екінші ер адамда аденома бар. 70 жасында әр төртінші. 80 жасында кейде үшеуінде. Демек бұл жасы ұлғайған ерлердің ауруы. Жасы ұлғайған сайын қаупі көбірек. Неде пайда болады? Толық себебі белгісіз, гормондар өзгерумен байланысты. Тестостерон жасы ұлғайған сайын азаяды, бірақ оның арнайы бір түрі простатаға әсер ете береді. Ол простатаны өсіреді. Аденома белгілері қандай? Жақсылап есте сақтаңыз. Біріншіден дәретке жиі тұру, әсіресе түнде. Бұрын түні бойы ұйықтайтын едіңіз, енді түнде 3-4 рет тұрасыз. Бұл анық белгі. Екіншіден дәрет шығу қиындауы. Бұрын тез шығатын, енді біраз күтуге тура келеді. Қыстырылып шығады, ағыны әлсіз. Үшіншіден дәреттің ағыны бөлінуі, немесе тоқтап қалуы. Шырып келеді, кенеттен тоқтайды, қайта басталады. Төртіншіден толық босамаған сезім. Дәретке тұрып шықтыңыз, бірақ толық емес сияқты. Біраз кейін қайта тұрасыз. Бесіншіден дәрет ұстай алмау. Кенеттен дәретке тұрғың келеді, шыдай алмайсың. Бұл белгілер простатиттікіне ұқсас, бірақ ерекшеліктері бар. Аденомада көбіне ауру жоқ. Тек дәрет шығуда қиындық, және ол жайлап күшейе түседі, жыл өткен сайын. Простатит ол көбіне кенеттен пайда болады, және ауруда келеді. Аденоманы қалай емдейді? Алғашқы кезеңде дәрі-дәрмекпен, простатаны кішірейтетін дәрілер, дәрет шығуды жеңілдететін дәрілер, кейде бұларды өмір бойы ішу керек. Аденома өте үлкен болса, дәрі көмектеспесе, операция жасалады. Қазір көп тәсілдер бар. Ертеректе үлкен операция керек болатын. Қазір лазермен, басқа да заманауи тәсілдермен жасайды. Үй жағдайында не істеуге болады? Қабақ тұқымы өте пайдалы. Күніне бір уыс шикі қабақ тұқымы. Анар шырыны простатаға пайдалы. Помидор көп жеу, онда ликопин бар, простатаға керек. Сарымсақ, жаяу жүру, темекі, алкогольді тастау. Қадірлі көрермендер, мынаны есте сақтаңыз. Аденома қатерлі ісік емес. Бірақ кейде аденоманың белгілері простата қатерлі ісігінің белгілеріне ұқсайды. Сондықтан 50 жастан асқан ер адам жылына бір рет урологқа барып тексерілуі керек. Қанға PSA анализ деген беру керек. Бұл простата қатерлі ісігін ертерек анықтайтын анализ. Жасырын ауру кеш анықталса, қатер үлкен. Үшінші ауру – мүше әлсіздігі немесе тұрмай қалу. Медицинада оны эректильді дисфункция деп атайды. Бұл ерлік қуаттың әлсіреуі. Эрекция пайда болмайды немесе пайда болса да ұстамайды. Қандай түрлері бар? Бірнеше түрі бар. Толық әлсіздік. Эрекция мүлде пайда болмайды. Таңертең де, түнде де, жалғыз да, қатынас кезінде де. Жартылай әлсіздік. Эрекция пайда болады, бірақ толық емес, жұмсақ. Уақытша әлсіздік. Кейде болады, кейде болмайды. Жағдайға байланысты. Ұстай алмау. Эрекция пайда болады, бірақ тез басылады. Қатынасты аяқтай алмайды. Себептері қандай? Көп себептер бар. Менің алдыңғы видеоларымда толық айтқанмын. Қысқаша қайталайын. Физиологиялық себептер: қан тамырларының ауруы, диабет, қан қысымы, гормон бұзылуы, простата мәселесі, нерв жүйесі ауруы, дәрі-дәрмектің әсері, темекі, алкоголь. Психологиялық себептер: стресс, депрессия, өзіне сенімсіздік, қорқу, әйелмен арадағы үйкеліс, ұйқысыздық, шаршау. Қалай ажырату керек? Бірнеше белгі бар. Таңертеңгі эрекция бар ма? Дені сау ер адамда таңертең немесе түнде эрекция табиғи түрде пайда болады. Егер бар болса, дене сау, мәселе психологиялық. Егер мүлде жоқ болса, физиологиялық себеп бар. Жалғыз болғанда қалай? Қалаған кезде эрекция пайда болады ма? Иә болса, мәселе психологиялық. Жоқ болса, физиологиялық. Басқа денсаулық мәселелеріңіз бар ма? Қысым, диабет, артық салмақ, темекі. Иә болса, физиологиялық. Қалай емдейді? Алдымен себебін анықтау, анализ тапсыру. Қан анализі, тестостерон, қант, холестерин, простата маркерлері, жүректі тексеру, қан тамырларын тексеру. Содан кейін себебіне қарай емдеу. Диабет болса, қантты түсіру, қысым болса, қысымды түсіру, гормон төмен болса, гормон көтеру. Дәрі-дәрмек, виагра тәрізді дәрілер бар. Олар қан тамырларын кеңейтеді, бірақ оларды дәрігердің кеңесімен ғана ішу керек. Кейбір ер адамдарға олар қауіпті, әсіресе жүрек ауруы бар адамдарға. Үй жағдайында не істеуге болады? Жаяу жүру. Тамақтануды реттеу, қызылша, анар шырыны, сарымсақ, жаңғақ, балық, темекіні тастау, алкогольді тастау, салмақты реттеу, жұбайыңызбен ашық сөйлесу, стрессті басу, намаз оқу, дуа жасау, жеткілікті ұйықтау, кегел жаттығуы. Қадірлі көрермендер, мүше әлсіздігі ұялатын ауру емес, жиі кездеседі, емделеді. Бір нәрсе ғана,
кешіктірмей дәрігерге бару керек. 3 айдан астам созылған әлсіздік анализ тапсыруға себеп. 4-ші ауру – тез бітіру мәселесі. Медицинада оны преждевременная эякуляция деп атайды. Қазақ тілінде кейде ерте шығу дейді. Бұл ерлердің тағы бір жиі мазалайтын мәселесі. Тез бітіру дегеніміз не? Ғалымдар арнайы анықтама берген. Егер ер адам кіргеннен кейін 1 немесе 2 минут ішінде бітіретін болса, бұл тез бітіру. Кейбір ерлерде 1 минуттан да аз. Кейде тіпті қатынас басталмай тұрғанда-ақ бітеді. Бірақ есте сақтаңыз, қадірлі ағайын. Әр ер адамның денесі бөлек. Маңыздысы, өзіңіз бен әйеліңіз қанағаттанасыз ба? Егер екеуіңіз бақытты болсаңыз, мәселе жоқ. Егер тез бітіру сізді мазаласа, әйеліңізді қанағаттандыра алмасаңыз, шешу керек. Тез бітірудің себептері қандай? Біріншіден, психологиялық себептер. Жүйке тозуы, қорқу, өзіне сенімсіздік. Бір рет әлсіреген ер адам екінші рет уайымдайды. Уайым нерв жүйесін шиеленістіреді. Тез бітіру болады. Екіншіден, тым жоғары сезімталдық. Кейбір ер адамдардың мүшесі тым сезімтал. Аз ғана түрткі жеткілікті бітіру басталады. Үшіншіден, гормон бұзылуы. Серотонин гормонының жетіспеушілігі тез бітіруге әкеледі. Бұл гормон көңіл-күйді көтереді, әрі қатынас уақытын ұзартады. Төртіншіден, простата мәселесі. Простатит немесе простатаның басқа аурулары тез бітіруге себеп болуы мүмкін. Бесіншіден, бала кезден қалған әдет. Көп ер адам жас кезде асығып бітіруге үйренген, дене солай үйренген. Алтыншыдан, тым сирек қатынас. Ұзақ үзілістен кейін мүше тым сезімтал болып қалады. Қалай емделеді? Бірінші, психологиялық тәсілдер. Қорқуды тастау, әйеліңізбен ашық сөйлесу, тыныс алу жаттығулары, намаз оқу. Екінші, арнайы техникалар. Тоқтат пен бастат техникасы. Қатынас кезінде толқу шебіне жетіп қалғанда тоқтайсыз. 20-30 секунд күтесіз, қайта бастайсыз. Қысу техникасы. Толқу шебіне жеткенде мүшенің басын саусақпен қысасыз. Үшінші, кегел жаттығуы. Кіші жамбас бұлшықеттерін күшейтеді, ұстау қабілетін арттырады. Төртінші, дәрі-дәрмек. Кейде дәрігер арнайы дәрі жазып береді. Серотонин деңгейін көтеретін, бірақ өз бетімен ішпеңіз. Бесінші, мүшені аз сезімтал ететін майлар, кремдер. Бірақ оларды да дәрігердің кеңесімен қолдану керек. Алтыншы, гормонды реттеу, дұрыс ұйықтау, дұрыс тамақтану, артық салмақты жою. Қадірлі ағайын, тез бітіру өте жиі кездесетін мәселе. Әр 3 ер адамның бірінде бар. Ұялатын ештеңе жоқ. Емделетін мәселе. Шыдамды болсаңыз, дұрыс жұмыс істесеңіз, нәтиже келеді. Бесінші ауру ұрпақсыздық. Бұл өте нәзік әрі өте ауыр тақырып. Көп жұп осы мәселемен бетпе-бет келеді. Жасырын азап шегеді. Әйел жылайды, ер адам уайымдайды. Кейде бір-біріне айтыс басталады. Ұрпақсыздық деген не? Медицинада былай анықтайды. Егер жұп 1 жыл бойы тұрақты қатынаста болса, бірақ бала жасалмаса, ұрпақсыздық деп аталады. Бұл диагноз қою үшін негіз. Қадірлі көрермендер, мынаны жақсылап есте сақтаңыз. Көп жұпта ер адамды кінәлі етпейді, әйелді тексереді. Бірақ ғалымдар көрсеткен, ұрпақсыздықтың жартысында ер адам себепкер, жартысында. Демек, екеуін де тексеру керек. Ер адамда ұрпақсыздықтың себептері қандай? Біріншіден, ұрық саны аз болуы. Қалыпты ер адамда бір шығуда 100-ге миллион ұрық болады. Кейбіреулерде өте аз, кейде мүлде жоқ. Екіншіден, ұрық сапасы нашар. Ұрық саны жеткілікті, бірақ олар әлсіз, қозғалмайды немесе нашар қозғалады. Әйелдің жұмыртқасына жете алмайды. Үшіншіден, ұрық пішіні дұрыс емес. Кейбір ұрықтар бұрылып қалған, басы дұрыс емес, құйрығы қысқа. Олар да дұрыс жұмыс істей алмайды. Төртіншіден, ұрықтың шықпауы. Эякуляция бар, бірақ ұрық жоқ, жолы бітеліп қалған. Бесіншіден, гормон мәселесі. Тестостерон төмен, ФСГ, ЛГ деген гормондар бұзылған. Бұлар ұрық өндіруді басқаратын гормондар. Алтыншыдан, қатынас мәселесі. Қатты тұрмай қалу немесе тез бітіру. Ұрық әйелдің ішіне жетпейді. Жетіншіден, басқа аурулар. Қант диабеті, қалқанша без ауруы, генетикалық аурулар. Сегізіншіден, өмір салты. Темекі, алкоголь, нашақорлық, артық салмақ, тым ыстық ванналар, тар киім, ноутбукты тіземде ұстау. Тоғызыншыдан, кейбір дәрі-дәрмек, гормондық дәрілер, кейбір антибиотиктер. Оныншыдан, инфекциялар. Балалықта көрген свинка, кейде хламидиоз, гонорея. Қалай тексереді? Уролог сізді көреді, анализ алады, спермограмма деп аталады. Бұл ұрық сапасын тексеретін анализ. Қан анализі гормондарды тексереді. Кейде УЗИ, кейде басқа да арнайы анализдер. Қалай емдейді? Себебіне қарай. Гормон мәселесі болса, гормонды реттейтін дәрілер. Жол бітелсе, кейде операция көмектеседі. Ұрық саны аз болса, немесе сапасы нашар болса, өмір салтын өзгерту, дәрумендер беру, арнайы дәрілер. Кейде өмір салтын өзгерту арқылы 3-6 айда жағдай жақсарады.
Ауыр жағдайларда арнайы тәсілдер бар. Ұрықтандыруға арналған заманауи медицина көмектеседі, бірақ бұл соңғы шара. Үй жағдайында не істеуге болады? Бұл өте маңызды. Себебі көп жағдайда өмір салтын өзгерту арқылы ұрпақсыздық шешіледі. Темекіні тастау міндетті. Темекі ұрық сапасын қатты бұзады. Алкогольді мүлде тастау. Алкогольде ұрықты әлсіретеді. Артық салмақты жою. Іш майы тестостеронды әйел гормонына айналдырады. Ұрық өндіру азаяды. Жеткілікті ұйықтау. Күніне 7-8 сағат. Дұрыс тамақтану. Жұмыртқа, балық, жаңғақ, көкөнісіз, жеміс, қабақ тұқымы әсіресе пайдалы. Бал. Цинк дәрумені. Ұрық сапасы үшін маңызды. Е витамині. Ұрықты әлсіздіктен қорғайды. Ыстық ванна, баняны азайту. Ұрық суық ортада дұрыс өндіріледі. Ыстық оны бұзады. Тар киімнен бас тарту. Тым тар шалбар, тар ішкі киім қалтаны қыздырады. Ноутбукты тіземде ұстамау. Қызу ұрыққа зиян. Стрессті басу. Стресс гормондарды бұзады. Жаяу жүру, қозғалыс гормонды реттейді. Қатынас жиілігін реттеу. Тым жиі қатынас та зиян, тым сирек те зиян. Аптасына 2-3 рет қалыпты есеп. Қадірлі ағайын, ұрпақсыздық әрине ауыр сынақ. Бірақ көп жағдайда шешілетін мәселе. Екеуі де тексерілу керек, екеуі де дұрыс емделу керек, екеуі де өмір салтын жақсарту керек, шыдам ету керек, Алла тағаладан тілеу керек. Көп жұп ұзақ уақыт күтіп нәтижесінде бала көрді. Сондықтан үмітсіз болмаңыз. Енді мен сізге өте маңызды бір нәрсе айтайын. 5 ауру арасындағы байланыс. Көп жағдайда бұл аурулар бір-бірімен байланысты. Бір ер адамда бірнеше ауру қатар жүруі мүмкін. Мысалы, простатит мүше әлсіздігіне әкелуі мүмкін. Себебі простата ауырғанда нерв жүйесі шиеленіседі, ерлік қуат төмендейді. Простата аденомасы тұрмай қалумен тез бітіруге де әсер етеді. Ұлғайған простата нервтерге қысым жасайды. Тез бітіру кейде простатиттің белгісі. Простата қабынса, тез бітіру басталады. Ұрпақсыздық простатит, гормон бұзылуы, мүше әлсіздігімен байланысты болуы мүмкін. Сондықтан егер сізде бірнеше белгі болса, таңғалмаңыз. Бұл бір-біріне байланысты ауруларды білдіреді. Толық тексерілу керек, себебін табу керек. Енді 5 ауруды болдырмаудың жалпы кеңестерін айтайын. Бұл кеңестер 5 ауруға да пайдалы. Олардың бәрін болдырмауға көмектеседі. Біріншіден, темекіні тастаңыз. Темекі ерлердің барлық ауруының басты жауы. Екіншіден, алкогольді азайтыңыз, немесе мүлде тастаңыз. Бауырды бұзады, гормонды бұзады, ұрықты әлсіретеді. Үшіншіден, дұрыс тамақтаныңыз. Көкөніс, жеміс, балық, жаңғақ, тез дайын тамақтан, көп тұздан, көп қанттан, көп майдан бас тартыңыз. Төртіншіден, қозғалыңыз. Күн сайын кем дегенде жарты сағат жаяу жүру. Көп отырмаңыз. Жұмыста сағат сайын тұрып қозғалыңыз. Бесіншіден, артық салмақты жойыңыз. Іш майы ерлердің ең үлкен жауы. Алтыншыдан, ұйықтаңыз. Күніне 7-8 сағат сапалы ұйқы. Жетіншіден, стрессті басыңыз. Намаз оқыңыз, дуа жасаңыз, табиғатпен араласыңыз, отбасыңызбен уақыт өткізіңіз. Сегізіншіден, жұбайыңызбен тұрақты қарым-қатынаста болыңыз. Бұл простатаны қорғайды, гормонды реттейді, отбасылық берекені сақтайды. Тоғызыншыдан, жылына бір рет урологқа барып тексеріліңіз. Әсіресе 50 жастан асқан болсаңыз. PSA анализін тапсырыңыз, простатаны тексертіңіз. Оныншыдан, белгілерді елемеңіз. Дәретте мәселе, мүшеде ауру, ерлік қуат төмендеуі. Бұлар тегін емес, сигнал, дереу дәрігерге. Қадірлі ағайын, бүгінгі видеоны қорытындылайын. Біз ерлердің 5 негізгі ауруын талдадық. Біріншісі простатит, простатаның қабынуы, ауру, дәрет мәселесі, температура, дәрігердің көмегі қажет. Екіншісі простата аденомасы, простатаның ұлғаюы, жасы ұлғайған сайын дәрет мәселелері, дәрі-дәрмек, кейде операция. Үшіншісі мүше әлсіздігі, эрекция мәселесі, себептері физиологиялық немесе психологиялық. Анализ тапсырып себебін табу керек. Төртіншісі тез бітіру. Психологиялық, гормондық, кейде простата мәселесі, арнайы техникалар, дәрі, өмір салтын өзгерту. Бесіншісі ұрпақсыздық. Ұрық сапасы немесе саны мәселесі. Екеуі де тексерілу керек. Көп жағдайда шешілетін мәселе. 5 аурудың барлығы дерлік емделеді. Тек уақытында бастау керек. Дұрыс маманға бару керек, жасырмау керек, ұялмау керек. Қадірлі көрермендер, есте сақтаңыз. Урология бойынша мамандарға бару әлсіздіктің белгісі емес, керісінше даналықтың белгісі. Сіз өзіңізге қамқор боласыз, денсаулығыңызды сақтайсыз, отбасыңыздың тірегі болып қаласыз. Көп ер адам осы видеоны көріп ойлайтын шығар. Менде осы белгілердің бірі бар екен. Алаңдамаңыз. Көп жағдайда мәселелер шешіледі. Тек әрекет ету керек. Уақыт жоғалтпау керек. Бүгін немесе ертең телефон алып, урологқа жазылыңыз. Өзіңізді тексертіңіз.
Анализ тапсырыңыз, себебін біліңіз. Сонда ғана дұрыс емделе аласыз. Және өмір салтыңызды өзгертіңіз. Темекіні тастаңыз, алкогольді тастаңыз, дұрыс тамақтаныңыз, қозғалыңыз, ұйықтаңыз. Бұл өзіңізге берген ең жақсы сыйлық. Жұбайыңызбен ашық сөйлесіңіз, жасырмаңыз, бірге шешіңіз. Жұбайыңыз серіктесіңіз, жауыңыз емес. Ол сізге көмектесуге дайын. Балаларыңыз бен немерелеріңіз үшін денсаулықты сақтаңыз. Сау ата, бақытты отбасы. Олар сізді ұзақ көргісі келеді. Сау, белсенді, көңілді көргісі келеді. Сондықтан өз денсаулығыңызды бағалаңыз. Қадірлі ағайын, видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін зор рахмет. Сіз бүгін көп білім алдыңыз. 5 негізгі ауру туралы, олардың белгілері, себептері, емдеу жолдары туралы. Бұл білім сізге және отбасыңызға өмір бойы пайдалы болады. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыз, каналыма жазылыңыз. Мен сізге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыз, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз, басқа ағайынға көмек болады. Досыңызға, ағайыныңызға, әкеңізге, балаңызға осы видеоны жіберіңіз. 5 ауру барлық ер адамға қатысты. Сіздің жіберген видеоңыз олардың өмірін, денсаулығын, бақытын сақтай алады. Аман болыңыздар. Денсаулық толы болсын, отбасыңыз тыныш болсын, жұбайыңызбен бақытты болыңыздар. Алла тағала барлығымызға жақсы денсаулық, ұзақ өмір, тату отбасын, қуанышты күндерді бере көрсін. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Ерсұлтан дәрігер. Қайта кездескенше.